Бұл сіз. Сіз шетте тұрып, барлық мүмкіндіктеріңіздің сізден өтіп жатқанын бақылап отырсыз. Сіз отырыңыз және күтіңіз. Мүмкін келесі жолы, мүмкін тағы да келесі жолы. Жоқ, мен шаршадым. Мүмкін келесі жолы анық па? Сосын мен сияқты біреу келеді. Жәбірленушіге секіріп, оны жейтін адам. Мүмкін келесі жолы солай ма? Сонымен жиналғандардың арасында кім нағыз арыстан? Сіз қорықпайтын болсаңыз, сіздің өміріңіз де шексіз болады. Менің сіздердің кез келгеніңізден айырмашылығым, мен ештеңеден қорықпаймын. Мен сәтсіздікке ұшыраудан қорықпаймын. Мен қателесуден қорықпаймын. Мен басқалардың пікірінен қорықпаймын. Менде қорқыныш жоқ. Егер сіз қорқу керек нәрсе болса, бұл кедейлік. Ештеңені қалдырмай, түкке тұрғысыз өмір сүруден қорқыңыз. Біз көп нәрсені кейінге қалдырамыз. Біз басқалардың біз туралы не ойлайтынына алаңдаймыз. Демек, мұның бәрі менің өмірімді улап келе жатқан елес. Сіздің ойыңызша, біздің, соның ішінде менде көп қателесуіміздің себебі неде? Өйткені біз эмоцияларымызды басқара алмаймыз. Біз бәріміз тірі адамдармыз, бәріміз уайымдаймыз, бәріміз жүйкеміз бар. Бірақ сіздің өміріңізде не болатыны маңызды емес. Маңыздысы, сіз оған қалай қарайсыз? Мен жай ғана жақсы екенін біле тұра қозғаламын. Мен өз табысыма үйреніп қалғаным сонша, бұл мен үшін басқаша болуы мүмкін емес. Сәтсіздікке ешкім қызықпайды. Менде де сәтсіздіктер болды. Өткен жылы мен 22 түрлі нәрсені сынап көрдім. Оның 20-сы сәтсіз аяқталды. Және тек 2-і үлкен жетістік болды. Барлығы тек сәттілікті қалайды, бірақ сәтсіздіктерсіз мүмкін емес. Кез келген сәтсіздік тәжірибе екенін және ерте ме кеш пе ол сізді сәттілікке жетелейтінін біліңіз. Неліктен сіз қайда қазір екеніңізді көрсететін нәрселердің ұзақ тізімі бар. Мұның бәрі сіз ештеңе істемейтіндіктен. Сіз отырып, ғажайыпты күтесіз, қателесуді қаламайсыз, қарыз бен несиеге құлақ түрдіңіз. Бұрынғы 2 әйеліңіз бар, 15 жасар қызыңыз бар, ол да жүкті. Мен бұл тізімді жалғастырып кете аламын. Мәселе мынада, егер сіз өз өміріңізді 15 жыл бұрын, 10 жыл бұрын, 5 жыл бұрын өз қолыңызға алған болсаңыз, тіпті 6 ай бұрын алғашқы қадамды жасасаңыз да, сіз жасамас едіңіз. Қазір тұрған күйіңізде болатын едіңіз. Сондықтан айтарым, қанша жаста болсаңыз да, жаңа өмір бастауға уақытыңыз бар. Жай ғана орындаңыз, бірақ сіз ештеңе істегіңіз келмейді. Сіз тез және оңай ақша алғыңыз келеді, бірақ олай болмайды. Сіздің мәселеңіз мынада. Сізде 2 жылда $1 миллион алғыңыз келмейді. Сіз күніне $100 алғыңыз келеді. Бұл бөлмедегі адамдардың көпшілігі, және YouTube'да қарап жатқан адамдардың көпшілігі қаншалықты өкінішті болса да, өміріңізді босқа өткізіп жатқаныңызды түсінуіңіз керексіз. Бақытты ақшаға сатып алуға болмайды деп ойласаңыз, оны қайдан сатып аларыңызды білмейсіз. Сіз көп ақша тауып әлемді құтқара аласыз. Сіз көп ақша тауып Бразилиядағы орманды сақтауға, оны өрттен аман алып қалуға бара аласыз. Барып панасыздарды құтқара аласыз. Балаларды ауыр дерттен құтқара аласыз. Және де көптеген қайырымдылық істерін жасай аласыз. Бірақ ақшасыз ештеңе үнемдей алмайсыз. Біраз ақша таппайынша ешкімге көмектесе алмайсыз. Отбасыма да, әсіресе өзіме де. Соны түсінбейміз бе? 2 тізім жасаңыз. Бірінші тізім сіздің мақсаттарыңыз. Кішігірім, қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді. Жеке өмірде де, бизнесте де. Екінші тізімде сіз өткен аптада сөйлескен барлық адамдарды жазыңыз. Барлығын тізіңіз. Сіздің бірінші тізіміңізде 8 мақсат, ал екінші тізімде 10 адам бар делік. Енді осы немесе басқа адам сіздің мақсаттарыңыздың қайсысымен байланысты екенін түсіну үшін сіз сөйлескен әрбір адамның жанына мақсат нөмірін қойыңыз. Нәтижесінде сіз таң қалып, өте қатты таң қалатын боласыз. Маған достарыңды көрсет, мен саған болашағыңды көрсетемін.